Килограммға килограмм шекер саламыз. Жақсылап жуып болғаннан кейін міне бір түн қойдық, суы шықты. Енді осыны жақсылап араластырамыз. Бұны да орташа отқа қайнатамыз. Қатты қайнатсақ асты жабысып қалады. Содан кейін бап көбігі шыққаннан кейін көбігін аламыз. Бұл бізде қарақат емес, смородина. Бұл деген ирга деп аталады бұны. Смородина типтес. Қайнағанша астын барлығы жабысып қалмау үшін шекерімен араластырып аламыз жақсылап осылай. Содан кейін барып қайнатып бетіндегі көбігін аламыз. Көбігі жайлап шығып жатыр, бетіндегі көбігін аламыз. Міне иргамыз қайналып жатыр. Бетіндегі жайлап шыққан көбіктен аламыз да жай отқа 30 минуттай қайнатамыз. Өйткені қатты қайнататын болсақ, біздің иргамыз бүршіп қалады. Бүршіпеу үшін жай отқа қайнатуымыз керек. Су жақсы еріген шекері де. Осылай қайната береміз. Міне вареньямыз 30 минуттай қайнады. Енді осыны әбден суытамыз. Суытып болғаннан кейін қайтадан отқа қойып қайнатамыз. Міне вареньямызды екінші рет қайнатып жатыр. 30 минутте осылай қайнатамыз. Жай отқа қойып. Вареньямыз керемет жақсы қайнады. Енді осыны қысқа сақтау үшін банктерімізді қоямыз. Міне бір банкамызды жауып қойдым. Міне 5 килограммнан осындай қаншама банка шықты. Сіздерге де осылай алып жасауға кеңес беремін. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаймыз. Сау болыңыздар.